бір дейді. YouTube каналыңыз қалай аталады дейді. WhatsApp-қа жазсаңыздар жіберемін. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Баршаларыңызға қайырлы түн, қайырлы кеш. Алла қаласа қазір керемет бір сұрақ жауап болайын деп отыр. Так, лайк басамыз, эфирді поделиться етеміз. Эфирді аламыз, поделиться етеміз. Алла қаласа осы сабақтың записі YouTube каналдан Алла қаласа иншалла ертең көре аласыздар. Қазір барынша қолдау керек, барынша лайк басамыз, комментарий жазамыз, эфирді поделиться етеміз. Мені танымайтындар болса, өзімді таныстырып кетейін. Есімім Абилханов Бауыржан, бірінші мамандығым дәрігер, 9 жылдық медициналық білімім бар. Қарағанды қаласындағы жоғары университетті, высший университетті бітірген. Екіншісі мамандығым психосоматолог. Осы психосоматика саласында 4 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Аллаға шүкір, осыдан 2-3 ай алдым Тәнін-тыңда деген керемет кітабым жарыққа шықты. Қазақ тіліндегі тұңғыш алғашқы психосоматикалық кітап, бұған дейін болмаған. Үшінші мамандығым психолог. 2017-тен бастап психологияны терең оқып зерттеп келу үстіндемін. Әзірде оқимын. Мәскеудегі МИГИП деп аталатын университеттің шәкіртімін. Московский институт гештальта психодравмы. Сіздерге осы 3 сала бойынша пайдалы бола аламын. Кеттік. Бауыр ауырғанда қандай белгі болады дейді. Кеттік. Кожа тері сарғаяды, қышиды, іш ісініп бастайды. Ас қорыту, оң қабырға асты, оң жағыңыз жиі ауырады, үшін бүкіл жағынан проблема болады. Өте көп. Оның несі симптомдары өте көп. Кеттік. Бүйрек ауруынан бастап. Бүйрек ауруының 3 себебі бар. Дайынсыздар ма? Біріншісі. Дайынбыз дегендер 1 деп жазып кетсін. Ал басқа ауруды естігісі келетіндер жазыңыздар. Мен қазір мына жерде қай сұрақ көп, соған жауап берем. Сіздердің барынша нелеріңіз, қолдауларыңыз керек. Маған барынша лайк басып, эфирді поделиться етіп, мотивация беріп, шабыт беріп отырсаңыздар, денелерін қозып, анау тамадалар сияқты болды, шапалақ ұрған сайын тойды қызық қылып жүргізетін. Сондай болады Алла қаласа. Кеттік. Бүйрек ауруы. Все. Біріншісі, бұл адамдарда эмоционалдық дисбаланс болып жатыр. Бұл адамдар жоқ дей алмайды. Біреу қарыз сұраса, ода ақша жоқ болса, бере алмаған үшін өзін кінәлі сезінеді. Немесе біреуден қарыз алып береді да, сөйтіп ана ақшасы бермей болса, екі жаққа да жексұрын болып жүреді. Или болмаса өзінің атынан кредит алып береді, или біреудің атынан. Сөйтіп ол досы кредитін төлемей кетсе, үшін маңырап өзі төлеп жүреді. Біріншісі. Екіншісі, бұл адамдар өзінің қалауын бірінші орынға қоя алмайды. Олар үшін постоянно өзінің өмірінде өзіне деген орын жоқ. Постоянно отан үшін, бай үшін, енең үшін, қайынсіңнің үшін, бала-шаға үшін жүреді. Өзіне еш нәрсе қимайды бұл адамдар. Киім де алмайды. Үшінші себебі, бұлар өзінің жақсы көретін адамын, әйелін, еркегін, күйеуін, жігітін, қызын өзінен жоғары санады, айдол, идеал көреді. Сөйтеді да оған бүйтіп табынады. Мынандай сұлу жігіт менің бағыма Құдай қаяқтан жолықтырды екен, мынандай байды ешкім тартып қоймаса екен деген сияқты не болады. Или еркек болса ол қызғаншақ болады. Тойда отырады, әйелі күліп отырса үй келді, не ырбыңдап отырсын дейді, оң көзіне дың етеді да фингал кигізіп жібереді. Төртінші себебі бұл адамдардың ішінде белгілі бір жұмысты істеуге деген қорқыныш бар. Мынау менің қолымнан келмейді ау, мен мынаны істей алмаймын, карьераны осы қорқытады. Дәл осы 4-ші блок олардың ақшалай табысына қатты әсер етеді. Олардың табысы бір орында тұрып қалады, немесе өспейді. Неге? Өйткені карьера қорқытады. Кімде осы 4 себептің нешеуі шықты? 1 шыққанда 1 деп жазсын, 2 шыққанда 2 жазсын, 4-еуі де шыққанда 1, 2, 3, 4 деп жазсын. Кеттік, жазамыз. Бүйрек ауруы. Кеттік. Менің көңіл күйім жақсы. Қазір 4 себептің 4-еуін де айтып жатырмын. 2-еуін айтып, 2-еуін тастап кетіп жатқан жоқпын. 3 дейді. Жақсы. Енді бүйрек ауруының емі кімге қызық, айтайын ба, айтпайын ба? Бүйрек ауруының емі кімге қызық? Емін айтайын ба, айтпай ақ қойсайын ба? Или болды ма? Себебін білсеңіздер болды ма? Давайте, 126 адам отырмыз. Лайк басамыз, эфирді поделиться етеміз. Давайте, 126 адам. Неужели лайкты 10.000-ға жеткізіп тастаймаймыз? Айтыңыз, айт дейді. Айтыңызшы, айтсаңыз сай дейді. Кеттік. Емінің барлығы мына керемет кітаптың ішінде жазылған. Мен айтқан себептердің барлығы ол бүйрек ауруының 20-30%. Қалған 70-80%-ның себебін білгілеріңіз келсе, мына кітапты оқыңыздар. Арылу жолы, техникалар, тапсырмалар барлығы берілген. Міне. Мына кітапты аласыздар, оқисыздар, өздеріңіздің тәндеріңізді тыңдайсыздар, Алланың қалауымен дәрісіз, операциясыз арыласыздар. Мына кітапты алыңыздар, оқыңыздар.
Каспи магазинде бар, немесе профиль шапочкаға өтсеңіздер, WhatsApp-тың сілтемесі тұр. Жазсаңыздар, сразу төлем баратын. QR, Каспидің сілтемесі барлығы барады. Немесе Каспи магазинге кіріңіздер де таңғы деп жазыңыз. Және де кітапты бүгін алатын адамдарға, қазір стримде отырып алатын адамдарға керемет 3 сыйлық бар. Кітапты алып келгеннен кейін кірсеңіз, сізге 3 сыйлықты сразу береміз иншалла. Кітап қолдарыңыз тигесін. Өкпесі ауыратындар, өкпешіл болады ма сонда? Жоқ. Өкпесі ауыратындар бір сөзбен айтқанда көңілдеріңізге келмесін, чорт болады. Өзінің жеке шекарасын қорғай алмайды, өлімсіреп жүреді, еркін тыныс ала алмайды, еркін өмір сүре алмайды. Енесі де, қайын сіңлісі, қайын әпкесі бәрі қожайын оған. Ол өзін қорғаймағасын, оның бала шағасын әркімде басына береді. Абысының баласы, көршінің баласы, анау-мынау. Неге? Өйткені оған батылдық жетіспейді. Жеке шекарасын қорғауға. Еркін өмір сүре алмайды. Постоянно өзгелердің қас-қабағына қарап сөйтіп өмір сүреді. Біріншісі бұл. Екінші себебі ол өзін постоянно кінәлі сезінеді. Үшіншісі өзін өзгелерді көп кінәлайды. Міне өкпе тұс ауырама постоянно мына область, бұл адамдар өзін кінәлі сезінеді. Чувствований өте көп бұларда. Бүйрек ауыратындаршы, айттық бүйрек ауырудың 4 себебін. Сабақтың записін иншалла YouTube каналдан көре аласыздар ертең. Даже бүгін. Кеттік, қай ауруды айтамыз, айтыңыздар. Мына кітаптың ішінде, емінің барлығы мына кітаптың ішінде, бүйрек барлығы. Бауыржан кеш жарық дейді, кеш жарық, қалайсыздар Зена? Гаймарит мазалап жүр, гаймарит мазаласа қараңыздар. 2 тізем ісіп кетеді дейді. Давайте кеттік. Тізе ауруы ма, гаймарит айтыңыздар. Гаймарит дегендер 1 деп жазсын, тізе ауруы дегендер 2 деп жазсын. Гаймарит дегендер 1, тізе ауруы дегендер 2 деп жазсын. 2, 1, 1, 2. 2. Все. Тізе ауруы көп екен, кеттік. Тізесі ауыратын адамдар жайлап қарасаңыз, оларды мойнында ауырады. Тізе ауруы мен мойын ауруы постоянно бірге жүреді көбінше. Тізе мен мойны ауыратын адамдар, олар қырсық болады, бір беткей, айтқанынан қайтпайды, кішірейгенді қаламайды, жол берген ұнамайды оған. Менің ғана айтқаным болу керек, менің ғана қалауым болу керек деп жүреді бұл адамдар. Бұл адамдарда екінші тәкаппарлық бар. Үшінші, икемделе алмау, бейімделе алмау, адаптациялана алмайды. Қиыншылықтарға, сынақтарға, белгілі бір адамдарға тек қана менің ғана айтқаным болса екен деп жүреді. Бірақ анандай болып жүреді, суық дейді, мойным тартылып қалды, түнде нито жатып қалды, тағы басқа деген сияқты. Одан кейін оның 5-ші себебі бар, ол буын ауруларына байланысты. Буын ауруларының енді бұл анандай ғой, мынау еркіндік жоқ, қорқыныш көп ішінде. Арқасы ашитындар дейді. Арқасы ашитындар не манандай 2 жауырын ортасы ма? Кетті. Гаймарит айтамыз ба, арқа ауруын айтамыз ба? Гаймарит дегендер 1 десін, арқа ауру дегендер 2 деп жазсын. Оны қалай емдейміз дейді. Міне, бүкіл сырқаттың емі мына кітаптың ішінде. Мына кітапты аласыздар. Сырқаттарыңыздан Алланың қалауымен 100%, дәрісіз, операциясыз арыласыздар. Кітапты алатын адамдарға, бүгін алатын адамдарға 3 керемет сыйлық беріледі. 3 сыйлық. Біріншісі Дубайға саяхат, екіншісі бағасы 500 мың теңге тұратын бестселлер деген онлайн курс, ішінде бүкіл нәрсе қамтылған. Үшіншісі менің шәкірттерімнен терапияға өтуге жеңілдік беретін группаға қосамыз. Даже тегін терапияда өтіп кетуіңіз мүмкін, или арзан бағада өтуіңіз де болады. Қанша тұрады бұл кітап дейді? 7800 теңге тұрады. Профиль шапочкадағы сілтемемен өтсеңіз, WhatsApp-қа қарай кетесіз, немесе Каспи магазинін іздеңіздер. Лучше профиль шапочкадағы сілтемемен өтіңіздер де, бүгін заказ беріңіздер. Мен алам дейді, өтіңіз сілтемеге. Профиль шапочкада сілтеме тұр. Керемет 3 сыйлық береміз иншалла. Кеттік. Ұржарға доставка бар ма дейді. Ұржар деген қай жер ол? Каспи магазинінің доставкасы постаматтары бар ма? Бар болса заказ беріңіз. Болмаса профиль шапочка өтіп WhatsApp-қа жазыңыз, почтамен салып жүреміз. Қазпочтамен. Проблема жоқ. Арқа ауру, все, кеттік. 2 болды онда. WhatsApp-қа жазыңыз, индекс почтаны сап жүрсеңіз, Алла қаласа иншалла ертең сап жүреміз. Баги. Күні ертең иншалла сап жүреміз. Бүгін бір кісі заказ берді, индекс почтаны таппай қалды, ертең салам. Сол кісінікмен қосып сап жүреміз. Қазпочтадан алатындар 7990 теңге төлейсіздер. Кеттік. Арқа ауру, 2 жауырын ортасы ауыратындар дайынсыздар ма? 2 жауырын ортасы ауыратын адамдар, бұлар өте көп жауапкершілікті алады.
жауапкершілік көп алады, арқасында ауыр жүктері өте көп, мынандай бір баклажканы ауыр жүктер болады да арқалайды, бүйтіп арқалап жүреді. Ол мына жауапкершілік толған жүк өзінікі емес, оның барлығы күйеуінікі, диванда жататын, жұмыс істемейтін, ақша таппайтын, бір қайнағасынікі, 40-қа келсе де үйленбеген, бір қайнапкесінікі, кірін өзі жумайтын, байдан қайтып келген, немесе бір туған туысынікі, біреуге көмектескісі келеді, біреуді арқалап жүреді, постоянно сүйрейді. Ол адамдарды еще қан қысымы мазалайды, давление, жоғары давление болады. Артық жауапкершілік көп. Одан кейін омыртқа ауырса, бұларда самооценка төмен болады, женский энергия 0, күйеуіне қарамайды, күйеуі бұған қарамайды, бұл өзіне қарамайды. Күйеулері лево право жүреді, көрген әйелге анандай суық жүріс әйелдерге, жеңіл жүріс әйелдерге баратын болады. Сөйтіп инфекция жұқтырып әкеледі да, жұқтырады әйеліне үшін. Өзіне қарау керек. Міне, әңгіме керек па? Бүгін мен Аллаға шүкір энергиям тасып жатыр. Сіздердің қолдауларыңызбен, барынша пайдалы болуға тырысып жатырмын. Давайте лайк басамыз, эфирді поделиться етеміз. Қаншалықты көп қолдайсыздар, соншалықты мощно разбор айтып беремін. Гайморит дейді. Міне, арқа ауруы, омыртқа ауруын алғыңыз келе ме? Міне, көрініп тұр ма? Мына кітапты аласыздар, оқисыздар. Бүкіл сырқаттың емі бар мына кітаптың ішінде. Иншалла. Бұл кітап менің 15 жылдық арманым, 5 айлық еңбегім, 14 жылдық тәжірибемен білімім, 9 жылдық медициналық білім, 4 жылдық психосоматикалық білім, 15 жылдық арман, 15 жылдық тәжірибе, 5 айлық еңбек, 3 миллион 800 мың теңге кеткен ақша, міне 3 миллион 800 мың теңге ақша кетті дәл қазір. Сол үшін кейде электронды версиясын сұратындарға үшін жыным келеді менің. В общем, кітапта жақсы сөз жоқ десе дейді. Вообще кітапта жақсы жоқ сөз жоқ. Аурудың жақсысы дәрінің тәттісі болмайды. Пайызыға қарлығаш, куня. Куня нема не дейді сізді. Саламатсыздар, кеттік. Гайморит ауруы. Дайынсыздар ма? Каспий магазинде бар ма? Бар Каспий магазинде. Каспий магазин тәніңді тыңда деп жазсаңыз шығады. Акония, саламатсыз ба еді? Қалайсыз? Жақсы шүкір. Өзіңіз қалайсыз? Акония. Кеттік. Лайк басамыз. Гайморит ауруы дегендер бірді жазсын. Гайморит дегендер бір жазсын, бір санын жазсын осы жерге. Гайморит ауруы дегендер маған жазып жатыр. 65-38 деген кісі кітап жайлы білгім келеді дейді. Каспиге, WhatsAppқа жазғанда сіздерге авто SMS барады. Сол жерде Каспий магазин сілтемесі тұрады. Өтесіздер де төлем жасайсыздар. Бір. Все, гайморит дайынсыздар ма? Гайморит сырқаты. Давайте лайкты 5000-ға жеткізсек достар. 2 рет жаздым, оқымайсың дейді. Сәтті. Дәл қазір жазыңыз 65-38 қазір жауап береді қыздар. Жауап беретін қыздар. Мен қайтып жауап беремін. Бір телефоным TikTokта, екінші телефоным Инстаграмда, үшінші телефоным көмекшімде. Көмекшім үйінде. Білмеймін еле қаяқта. Тренировкада ма, жігітімен кездесе алды ма білмеймін. Тамаққа ау жетпеу неден болады? Тамаққа грижа бас балаларда неге? Аяғым тізеден төмен сыздап тұрады. Аз ісік бар. Жүрек қатты қағат дейді. Так, гайморит айтақ, одан кейін жүрек қағуы, қай ауру көп соны айтамыз. Кеттік. Гайморный пазуха, гайморный пазуханың қабынуы, гайморит. Бұл адамдарда тітіркену, жек көру сезімі бар. Ол ең жақын адамдардың бірі. Скорее всего, байың сен ұнатпай жүрген. Бірақ сен байыңды ұнатпай ғана қоймайсың, жек көресіңді, ұрсасын, құрпетші үйденіп қуып жүресіңдер. Бірақ кетіп қалғаннан кейін, жаным, бекер қатты ұрыстың ба, қатты айтып қойған жоқпын ба, не істеп жүр екен, қарын тоқ па десін, анандай жақсы көріп, еміреніп сағынып тұрасың да. Байқаватсың ба? И жек көресің, и жақсы көресің. Іштегі қарама-қайшылық. Бұл қарама-қайшылық аллергияның да белгісі болып келеді. Бар ма ондайлар? Тітіркену, жек көру алмау, қалды, иісін сезін келмейді, көзін көрін келмейді, құлағың дауысын естігің келмейді ананың. Бар ма ондай? Жоқ па? Кім өзін көрді, жазсын. Давайте лайк басамыз. Қазір кімнің лайкі көп, соның сұрағына жауап беремін. Кеттік. Жүрек қатты қағат дейді Оспанова. Оспанова ханымда 127 лайк. Кеттік. Аяғым тізеден ауырат дейді Баги. 0 лайк. Сұраққа жауап жоқ. Грижа. Жас балаларда дейді. Грижа живата ма? Көрейік. Аяука Үсен 239 лайк. Тамаққа ауа жетпеу дейді. 2 лайк. Жоқ. Кімнің лайкі аз, мен жауап бермеймін. Кімнің лайкі көп, соған жауап беремін бірінші. Кеттік. Сезонна аллергия дейді. Қанша лайк екен бұл кісіде? 53 лайк.
өте аз. Қысылып еріксіз себепсіз бастар тер шығуын прям тамшылап неден болуы мүмкін дейді. Қазір Аконяның лайкын көрейік енді. Аконияда 239 лайк. Кеттік, все. Ең лайк көп 239. Қай бетімді шымшин. Неғып жалқау қатын болдыңдар барлықтарын деп ұрысқан ба? Декретте отырсыңдар, саусақтарын қимылдатуға ерініп отырсыңдар. Қанша нәрсені тегін абатсыңдар. Талай психосоматтың эфирларын көріп жатырмын. Вообще дұрыс айтпайды. Мынандай айтады да, обучениеге кел, сеансқа кел деп жауып жүреді. Мен сендерге тегін айтып отырмын. Неғып жалқау қатын болдыңдар барлықтарын. Енді қанағатсыз қатынсың ғой деп байларынан естіңдер, енді менен естімеңдер, лайк басыңдар. Лайк бассақ не айтып бересің дейді. Палаш берем бір жерімнен, болашағым ол неғып берем. Баламда белінде грижа бар, неге дейді. Аяука сен. 284. Все, кеттік. Қысылып еріксіз, себепсіз бастар тер шығуын прям тамшылап неден болуы мүмкін. Асқазан ауруы жайлы айтшы дейді. Салтанат 192 лайк. Жоқ, Аконяның лайкі көп, одан кейін грижа жайлы айтамыз. Аяука Үсен ханымдікіні. Бас ауруы, сосын грижа жайлы айтамыз. Жоқ, серьезно дейді. Сырқаттардың психосоматикалық себебін дәрісіз, операциясыз арылу жолын айтам. Бет қол жансыз данады. Кеттік. Бастың ауруы. Бастың ауруы өзінің тұлғалығын қабылдай алмайтын адамдарда ауырады. Өзіне өте көп талап қоятын адамдарға ауырады. Және де бір апталық, бір айлық жұмысты бір күнге сыйдырып алады да, істелген жұмыстар үшін өзіне рахмет етпейді, істелмей қалған жұмыстар үшін өзін қарғап, сілеп, ұрсып, жек көріп отыратын адамдарды. Ей қақбас, ей қатын, жалқау болдың сен, жұмыс істемейсің, байың дұрыс айтады, енең дұрыс айтады деп өз-өзін жеп жүреді. Енді грижа бел ма или живота ма? Баламда белінде грижа, белінде. Грижаның 4 себебі бар. Дайынсыздар ма? Кім дайын? Дайын дегендер бір деп жазып кетсін. Грижа ауруы, протрузия, грижа ауруын айтамыз. 4 себебі бар. Грижаның 4 себебі. Кеттік. Қарлы кеш аяқшы дейді. Кеттік. Бірінші себеп. Страх бедности. Ақшасыз қалып кетуден қорқу. Ол бел ауыратын адамның ішінде ақшамен байланысты қорқыныш бар, жетпей қалады деген, или болмаса реальный өмірінде проблема бар. Сол үшін олар өте активный болады. Екіншісі, ол адамдарды болашақ қорқытады. Страх будущего. Ертең күнім не болады, кредитім не болады, ипотекам не болады, машинаның кредиті не болады, үй не болады, машина не болады, сол нәрселерді уайымдай береді. Екінші себебі. 3 пен 4 себебін айтайын ба? Кімге қызық? 3 пен 4-ін айтыңыз дегендер бірді жазсын. Балалардың аяғы неге қақсайды? Сол жақ арқа түстің ауруы неден болады үйіп қалғандай. Қазір ең көбі бірінші, екінші себебі, бірақ ең маңыздысы 3-ші және де 4-ші себебі бел ауруының. Бір дейді. Все, қызық болса айтайын. Бел ауруының бірінші, екінші себебін айттым, 3-ші, 4-ші себебі мына кітаптың ішінде бар. Мына кітапты аласыздар, оқисыздар, Алланың қалауымен себептерін білесіздер. Бұл кітап мен сияқты қоздырып тастап кетпейді, қолыңыздан ұстайды, до конца жетелейді, емін толық осы жақтан ала аласыздар. Аллергия сезонная дейді. Все, кеттік, аллергияны көрейік. Лайкын көрейік аллергия. 846 лайк, кеттік. Ұйқы без жайында айтшы дейді. Мына кісіде қанша лайк екен? 495 аз. Кеттік. Аллергия, сезонная аллергия. Кім бар ма өзі бір? Сәл еті тірі адам бар ма бір? 1600-2000 лайк басып қойған адам бар ма? Жоқ қой өзі. Бәрі идея, мынау шай ішіп отыр, қолы бос емес, анемия, низкий давлениемен ауыратын адамдар ма? 49, 50, 100, 200 лайк дегендер бар. Сәл еті тірі, ояу адам бар ма? Жоқ па мына жерде? Лайкты күшті басып атқан. 1000-нан асырып тастаған. Бар ма сондай адам? Соның сұрағына жауап берейінші. Бәрі өлетін қойлар сияқты 100 лайк, 200 лайк, неме бәлесінде шай ішпегесіңдер ма құрсын. Тірі болып отырсаңдаршы. Мұрат Абділленің мотивациясын қосып берейін ба? Сылп-сылп дей бермей, қылп-қылп етіп жүріңдер деп, өлетін адам ұқсамайды. Қылп-қылп етіп тұрыңдар дейді ғой. Сол сияқты. Ол байғұсқа да тыныштық бермеді, әйтеуір. Қамай берді. Ешкімге зияны жоқ, өзімен өзі отқан адам. Балалар аяқтары неге қақсайды дейді. Все, кетті. Кім? Ана лайкын ұялмай басқан адам. Міне 1400 лайк. Кеттік, Маржан ханым, міне. Кеттік, 1400 лайк. Бар екен ғой сәл, тірі, еті тірі адам. Қараңыздар, балалардың аяқтары не үшін қақсайды? Бала 13 жасқа дейін болатын болса, себебі мамасының ішінде, анасының. Маржан, сен шығарсың өлген лайкты, сен шығарсың өлген ана қанағатсыз,
шүкірсіз, бәр нәрсенің тегіні Нұрсұлтан Назарбаев айтпашы, міне дай деп ана жылана беретін, мемлекет өйтпеді, мемлекет бүйтпеді деп, бірақ көтін көтеріп ешнәрсе істемейтін. Маған ауыр нәрсе жазбаңдар, сөз көтермеймін, жасыңа, түріңе қарамаймын, еркексің, қатынсың, тоже қарамаймын. Сразу блокқа кетесіңдер. Иә? Хейтерлар. Кім мына жерде лайк басып күшті болып отыр, күшті эфир өткіземіз. Кеттік. Қолды айтыңызшы, ұйып қалуы. Майя ханым, сізді көрейік енді. Мен сендердің мінездеріңді көтеретін адам емеспін, шынын айтайын. Байларың да емеспін, інілерің де емеспін, бір кішкентай қайын інілерің де емеспін. Иә, маған өткізіп қойған қойларың ешнәрсе жоқ. Сол үшін бір жерімізді қысамыз, менімен ұрысқысы келетін адамдар, ұрысқысы келмейтін адамдар күшті болып лайк басып, күшті отырамыз. Кеттік. Аяқ ауыратын болса, бірінші болашаққа деген тұрақсыздық, болашақпен байланысты қорқыныш, сенімділік жоқ. Екіншісі, аяққа нық тұрдым деген нәрсе жоқ. Үшіншісі, арман мақсат жоқ. Арман мақсат жоқ. И арман мақсат болуы да мүмкін, бірақ әрекет жоқ. Осы нәрседен болады. Сәлеметсіз, сол аяқ ісіп кетеді, неге дейді? Асқазан жайлы дейді. Все. Аяқ ауыру жайлы айттым. Аяқ ауруынан арылғыңыз келсе, иә, мына кітапты аласыздар, оқисыздар, барлығы жазылған. Все, салтанат. Асқазан жайлы айтшы дейді. 1100 лайк. Бар екен ғой, еті тірі адамдар. Міне, Маржан ханымнан кейін Салтанат ханым шықты. Алла разы болсын. Осы сияқты лайкын басып, сұрағын қойып отырған адамдар мен жақсы көремін. Бірақ мынандай жаңағыдай тойымсыз, бір шүкірсіз, қанағатсыз сұрай беретін қатындарды или еркектерді жек көремін. Құдай шүкіршілік етсеңдер арттырам дейді. Сол үшін үйіп қалу. Книга сколько стоит? 7800 теңге тұрады. И бүгін алған адамдарға 3 сыйлық беріледі. Бағасы және құндылығы 1 миллион теңгеден асатын 3 сыйлық береміз бүгін алған адамдарға. Өткен шақты қалай ұмытуға болады дейді. Зафор мазалай ма сізді, Айгерім ханым? Зафор бар ғой. Өткен шақтан қалай ұмытуға болады. Кеттік, асқазан ауруы. Асқазан ауруын айтайық. Иә, дайынбыз, асқазан ауруы қызық дегендер бір деп жазыңыздар осы жерге. Кеш жарық, қалдарыңыз қалай? Премьер эфирге лайк қойды. Кеш жарық, қалай Сюзанна ханым? Жақсы, шүкір, өзіңіз қалайсыз. Я, что подарить или себя подарю. Біріншісі Дубайға саяхат, екіншісі бестселлер деген онлайн курсқа доступ, үшіншісі менің шәкірттеріммен тегін терапия. Мен нервс етсем сразу ішім өтеді дейді. Нервс етпеңіз онда. Кеттік, асқазан ауруы. Біріншісі, бұл адамдар қорыта жатқан оқиғалары немесе адамдары бар. Ол адам тіркендіреді, жек көреді, қабылдай алмайды, көргісі келмейді, ұнатпайды үшін. Бірақ ол адамды, ол оқиғаны шеше алмай жатыр. И стресс бар, екіншісі. Өте қатты стрессті басын өткізеді бұл адамдарда. Гештальт қалай жабуға болады дейді. Басында ұсталға күнде таңертең 2 рет, түсте 2 рет, кешке 2 рет ұрып отырасың, жабылады Алла қаласа гештальт. Қалжыңдаймын, жеке терапиялардан өтесіз, Айгерім. Жеке терапиялардан өтесің. Тойымсыздар топырақ алып жеп отыру керек. Кеттік, лайк. Зафор болса дейді. Қана Индираның лайкын көрейік. Индира лайк басып, сосын сұрақ қойдың ба? 57 лайк. Лайк аз. Аллергия сезонная. Жаңа мәші мынау кім? Сандуғаш деген сезонная аллергия 1000-жарым. Вот, енді жауап береміз. Кеттік. Аллергия. Менде қазір аллергия болып, укол алып жүрмін, білесіздер. Психосоматика деген не дейді? Психосоматика деген психосоматика ол. Кеттік. Аллергия неден болады? Ең бірінші нәрсе стресс. Ауыр стресс. Екіншісі подавленный эмоциялар. Я, үшіншісі ол іштегі тітіркену, қарама-қайшылық. Я, менде қазір осының стресс те болды, іштегі қарама-қайшылық та болды, подавленный эмоциялар да болды. Содан болады. И ол белгілі бір оқиғаны немесе адамды қабылдай алмай жатсың, денең қарсыласып жатыр. Содан болады. Сандуғаш, сезонна Сандуғаш Мамырбековна, сұрағыңызға жауап алдыңыз ба? Емі жайлы айтайын ба аллергияны? Ұйқы без ауруы дейді. Вирус 777. Вот, машалlah, 1300 лайк. Міне азамат, міне тұлға. Такс. Айтыңыз дейді. Сандуғаш ханым, емінің бәрі мына кітаптың ішінде. Бүгін заказ беріңізді, кітапты алып оқыңыз, Алланың қалауымен дәрісіз аралас. Міне. Иншалла. И 3 сыйлықтың 3-ін де алыңыз. Айтыңыз запар деді. Кімнің лайкі көп? Диананыкі ма? Вирус 777-нікі ма? 1700. Диана.
Аллергия қандай укол алып жүрсіз дейді. Аллергия прессант, супрастиндікі. Кеттік. Сол жақ арқа тұстың ауруы неден болады? Үйіп қалғандай болады. Сол жақ болатын болса, Диана, әйел кісімен байланысты өміріңізде дәл қазір проблемалар бар ма, жоқ па? Бар болса бар, жоқ болса жоқ дейміз. Сол жақ арқасының ауруы, артық жауапкершілік, артық жүкті білдіреді. Арқаңа арқалап алған жүктерің көп, Диана. Күйеуіңдікі ма, байыңдікі ма, бір тағы басқа ма, білмеймін, бар ғой дейді. Или енеңдікі ма, байдан қайтып келген, құдай амайтын, бай амайтын, бір қайын әпкеңдікі ма, қайын сіңліңдікі ма, әйтеуір. Анау 40-қа келсе де өз түрсейін, нәскейін жумайтын, саған беретін қайнағаңдікі ма, білмеймін кімдікі екен. Айтыңыз Запор. Запорды айту үшін мен лайкына қарап жауап беремін. Вот мен чисто лайкпен сыйласам, ренжімеңіздер. Тиктоктағы кісілер мен чисто лайкпен сыйласам. Кімде лайк көп, соның сұрағына бірінші жауап беремін. Кімде лайк жоқ, как-то такой давай до свидания болады. Мастопатия дейді, кеттік, санат дейді, сағат дейді. 1900 лайк, машаллах, міне. Міне, қараңдар, айналайын, міне. Сағат ханым суретіне қарасам, білмеймін, 50-ден аспаған кісі, 1900 лайк басқан. Мастопатия, сүт безі, кеттік. Қойдың ғой, қойғаныңыз 59 лайк сіздің, Индира. 419, жақсы. Енді 1900 лайк басқандары бар, кеттік. Мастопатия. Қол ұюды айтасыз ба дейді. Давайте, кеттік. Сіздікі Майя, сенің де лайкың 1900 екен, мен Сағат ханымдікіне жауап берем. Так как Сағат ханым сенің жасы үлкен, сен Сағат ханыммен 2 есе көп басу керексің лайкты. Кеттік. Қол ұю емес, мастопатия, сүт безі не үшін болады? Бірінші, бұл адамдар, әйел кісілер, сүт безі мазалайтын әйелдер, мен жақсы анамын ба, жақсы анамын ба, жақсы әйелмін ба, жақсы қатынмын ба, жақсы қатын емеспін ба, жақсы келінмін ба деген сияқты вопростар көп. Өзіне көп не қояды, талап қояды, бірақ ол өзінің көңілінен шыға алмай жатыр. Немесе өзін жақсы ана сезінбейді. Оң жағы болатын болса, ол сенің күйеуіңмен, туған туыс өзіңмен байланысты. Сол жақ болатын болса, ол бала шағаңмен байланысты. Және де, егер сүт безі бір жағы кішірейген болатын болса, сырт көзге мен қандай анамын деген нәрсе сені қатты ойландырады. Сүт безінің пайда болуы осыдан болады, сүт безіндегі проблемалар. Сүт безінің емін айтайын ба? Емін айтыңыз десеңіздер, бір деп жазыңыздар. Сүт безінің, сүт омыраудың, немесе ол сөздің емшек дейміз біреуміз сүт безі, біреу омырау дейміз, біреу кеуде дейміз, әртүрлі айтамыз ғой. Бір дейді, дейді. Айтыңызшы, бір. Сағат ханым, айтайын иншалла, қараңыз. Міне, сүт безі жайлы мына кітаптың ішінде толық жазылған. Өтесіздер, профильдағы сілтемеге WhatsApp-қа жазасыздар, Каспийдің сілтемесі барады, төлем жасап аласыздар. Бүгін алған адамдарға керемет 3 сыйлық береміз. Құндылығы да 1 миллион теңгеден асатын 3 сыйлық бүгін алатындарға ғана. Бүгін кім алды, 3 сыйлықты алады. Кім алмайды, қалды. Қанша бағасы? 7800 теңге тұрады. 3 сыйлық береді үші жанына. 3 сыйлық береді деп қоямын, мен ғой беретін. Қатып жатыр дейді. Тағы кімде қатып жатыр? Қатып жатқан жоқ. Менде барлығы жақсы ұстап тұр, Аллаға шүкір, жасыл көрсетіп тұр. Не жайында кітап? Кітап сырқаттар психосоматикасы жайлы. Ішінде сізді мазалаған сырқаттың психосоматикалық себебі дәрісіз, операциясыз арылу жолы жазылған. Міне. Аластар, оқисыздар, Алланың қалауымен араластар. Кітапты алған дейді. Оқыңыз. Курста алған болсаңыз, курсты да көріңіз ішінде. Норм дейді. Ұйқы безі жайында айтайын. Кеттік. Лайк қанша болды? Вирус. Лайкың қанша болды? 2300. Енді ұйқы безі жайында айтуға болады. Қатқан жоқ. Қол ұйығын айтыңызшы, Бауыржан дейді. Мына вирус деген 2300 лайк басып сатты. Ойба, 2400 лайк. Вирус. Что-то лайк 100 көп болып кетті, что-то. Майя сенікінен көп болып кетті. Давай лайк бас, Майянкіне жауап беріп, сосын сенікіне жауап беріп. Кеттік, қол ұйығы айтыңызшы дейді. Қанша бағасы кітаптың? 7800 теңге. Бүгін алатын адамдарға 3 сыйлық береміз. Дубайға саяхат, екіншісі бағасы 500 мың теңге тұратын онлайн курс бестселлер. Ішінде бүкіл нәрсе қамтылған: денсаулық, самооценка, жансаулық, қарым-қатынас, ақша, техникалар. WhatsApp номер сілтемеде, профиль шапочкада сілтемеде тұр WhatsApp номер. Кітап бүгін аламын дейді. Иншалла өтіңіз, Эльмира ханым өтіңіз, New Wave, Атырау, Айгүл өтіңіз. Профиль шапочкада сілтеме тұр WhatsApp-тікі. Өтіңіздер. Кітап жайлы білгім келеді деп жазсаңыздар, сразу сілтеме барады сіздерге. Кітапты бүгін алған адамдарға ғана сыйлық беріледі, 3 сыйлық.
сіз қандай психологсыз дейді. Гештальт, сосын психосоматолог, үшіншісі дәрігер. Бірінші мамандығым дәрігер, екінші мамандығым психосоматолог, үшіншісі психолог. Психологияның гештальт бағыты. Кітап бағасы қанша дейді. Кітап қанша бағасы? 7800 теңге. Кеттік. Жаңа не қойдым мына жердегі? Қолы ұйытын, тартылатын адамдар. Қазір вирус 777, қазір жауап берем осыдан кейін. Сенің сұрағыңа жауап берем, айналайын. Арпа ішінде бір бидай, қазір жауап берем. Қол ұйса, сен біреуге деген махаббатыңды білдіре алмай жатсың. Алғың келетін нәрсе бар, бірақ қолыңнан жиі ұрып отырасың, майя, өзіңе рұқсат бермейсің. Немесе қолыңа сырттан біреу ұрады, ей қатын, ұстама дейді. Немесе махаббатыңды білдіріп құшақтай алмай жатсың. И ол иық жағына қарай ауырып бастайды. Сәлем дейді, саламатсыз ба Нұрхан? Ұйқы безі, келдік, ұйқы безіне келдік. Дайынбыз ба? Саусақтар ауырса перфекционизм, идеальныйға қарай қатты не қыласың? Идеально істеуге тырысасың бүкіл нәрсені. Қол ауруының ұйуы арылғын келсе, бұл аурулар мына кітаптың ішінде бар. Бағасы 7800 теңге. Бүгін алсаң 3 сыйлық береміз. Бағасы 1 миллион теңгеден асатын, құндылығы да 1 миллион теңгеден асатын 3 сыйлық береміз. Кеттік, ұйқы безін себебін білгісі келетіндер, қызық дегендер бір деп жазсын. Ұйқы безі қызық дегендер үсті қыши береді дейді. Махаббат деген жоқ қой, тек балалардың қызығы сол ғой, сол махаббат. Жаным әшейін. Еркекте әйелге бір-біріне көңіл бөлмей қояды, содан болады. Бір қасса тоқтамайды дейді. Тыңдаңдар Бауканы дейді. Әсем Нұралиевна, Әсем ханым. Әсем, қалайсың? Жаным әшейін. Әсем, неғып жүрсің адасың менің тиктогымда. Жаным әшейін, группаласың менің. Әсем Нұралиевна деген. Әсем, сен қандай мамансың? Гинекология оқыдың ғой, сен шатаспасам, менің әріптесім 5-ші курста бірге оқыған группаласым. Шымкенттің білдей гинеколог, қазір гинекологсың, Әсем, жаным әшейін. Тұрмысқа шықтың ба, бақтың таптың ба, акушер гинеколог. Вот, өте мықты оқыған қыз мына қыз. Әсем, қай жақтасың сен? Сарыағашқа тұрмысқа шыққан бердің, или Шымкентке ма? Айтшы. Жақсы акушер гинеколог десе сенің номеріңді берейін. Қай жақтансың? Енді Оспанбек, Ерболат деген достарым бар, енді бізді қазақтар қызғаншақ, именно гинеколог әйелді сұрайды. Бәсе, кім ол Баука деп жазып атқан деп қоям, жаным әшейін. Қалайсың? Жағдайың жақсы ма? Айтыңызшы, үстіқшы. Қазір ұйқы без жайлы айтамыз. Кеттік. Мен қазір, Алматыдасың ба? Ой, жол аяқта бұйырса, Назигесе, Лаука бар, мен бар, Толик бар, Төлеби. Назира кеп тұрады. Алматыда тұрып атсың ба? Қай жерінде тұрып атсың Алматының? Сымбат бар. Біздің қай 5060-та оқыды ма ол? Параллель группада. Сымбат. Не кітап Баука? Білмейсің ба, Әсем? Мен кітабым шықты ғой жақында. 1-2 ай алдым. Таныңды тыңда деген психосоматикалық. Медицина, психосоматика, психология жайлы. Білмейтін бердің сен? Қазір бәкең тек қана врач емес, қазір жазушы, психолог, психосоматолог. Мен оқу бітіремін осы жылы резидентура. Ой, машаллах, күшті. Акушер гинекология. Сосын қай жақта жұмыс істейсің? Айтшы, Алматыда ма? Сенің маған гинекология бойынша көп сұрақтар келеді. Мен психосоматикасын айтамын, бірақ көрінгісі келетіндерге сені жіберемін. Молодец, енді көріп отырмын дейді. Сені көріп қуанып қалдым ғой. Көкшетауда ма? Көкшетауға кетіп қалдың ба, сен? Көкшетаудасың ба сен? Ой, бай. Әсем, солтүстіктің жігіті әкеттің ба сен? Іліп кеттің ба? Солтүстіктің сәл пысықтау жігіті? Или солтүстіктің сәл пысықтау емес жігіті іліп кеттің ба сен? Ассаламу алейкум досым. Уағалейкум ассалам. Бека, қалайсың досым, амансың ба? Мына стоматолог досым келді менің. Шымкентте, Темірлан деген жерде. Кім тұрады? Жазыңдар мына. Бекжан деген бауырым менің. Стоматолог жігіт. Өте білікті стоматолог жігіт. Әсем, қосылсайшы, мен саған запрос ұстадым. Жаным әшейін. Сені көріп мәз болып қалдым ғой. Все, кеттік. Ұйқы безіме қай ауруға келіп едік? Жазамыз, сосын лайк басамыз. Кеттік. Лайк басамыз, эфирді поделиться етеміз.
осы медцентр ашу керек қой. Иә, медцентр ашу керек. Сахарный диабет дейді. Все, Нұрталиева. Түрім неважно бол. Ай, түрің көрінбесін. Түріңді көрсетпей қосылуға болады. Кір, ұялма. Жаным, сен сол кезде әдемі едің, енді күйеуің әбірші жүрмеген болса, или күйеуің әбірші жүріне байың. Қарамай жатыр ма саған? Қандай қыз едің ғой сен құрсын. Камераны қоспай кірші, даусыңды естиді. Сыңғырлаған күлкіңді естиді. Сыңғырлап күлкің, кетші баг. Әсем, есінде ма? Мені бәрі қуғынбай дейді, мен универде қуғынбайым ғой, приколисті. Ол қуғынбайлық қалмайды екен, ол қалай істейді. Енді қарамайды, гүл бермейді, сыйламайды, еркелетпейді, комплимент айтпайды деген сияқты ғой. Оны қалай білмеймін қазір, мен саған тастадым запросы. Әсем, вроде бір 30-ға енді толасын, неме біля, 50-дегі апалар сақ тикток түсінбейсің. 50-дегі апаларында қазір заманаули, продвинутая, білет, сен отсың мына жерде. Білдей гинеколог, акушер-гинекологсың. Ұят қой, ұят, қай бетім шыншын. Неме біле, байға тиемде миың ашып қалған ба?